Сәлем достар, біз бүгін future simple мен танысамыз, яғни келесі шақ. Бірнеше мысалдар қарастырып көрейік. I will call you tomorrow. Мен ертең саған хабарласам. We will move in the next fall. Біз келесі күзде көшеміз. I will come here every year. Мен бұл жерге жыл сайын келемін. Енді жасалу жолы. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде subject, яғни бастауыш. Жекеше түрде, көпше түрде және үшінші жақта әрқашан жекеше түрі болсын, көпше түрі болсын, әрқашан біз will көмекші етістігін қолданамыз және етістіктің негізгі формасы. Жалпы ағылшын тілінде 12 шақ бар. Осы 12 шақтың өзіне тиісті уақыт үстеулері болады. Біз уақыт үстеулеріне қарап, қай шақта тұрғанын ажырата аламыз. Яғни future simple'дың уақыт үстеулері tomorrow, ертең, tonight, бүгін кеште, next week, next month, next year, келесі аптада, келесі айда, келесі жылы. In an hour, яғни бір сағаттың ішінде, бір минуттың ішінде. Soon, жақында. In the future, болашақта. Бірақта ағылшын тілінде future simple тек қана will'дің көмегімен жасалмайды. Жалпы ағылшын тілінде келесі шақ 3 түрлі жолмен құрастырылады. Бірінші will'дің көмегімен, екінші be going to'дың көмегімен және present continuous'тың көмегімен жасалады. Енді осы 3 түрлі жасалу жолына жеке-жеке тоқталып өтейік. Future simple will'дің көмегімен 4 түрлі қолданылады. Біріншісі, біз шешім қабылдаған кезде, уәде берген кезде, ұсыныс білдірген кезде және болжам жасаған кезде will сөзімен future simple жасаймыз. Жалпы will'дің көмегімен future simple жасаған кезде, бұл кезде алдын ала жоспарланып, уақыты белгіленбейді. Бұл кезде біз аяқ асты шешім қабылдауымыз мүмкін. Сондықтан да ешқандай жоспар болмайды. Бірінші жағдай decision, шешім қабылдау. I will have a salad. Бізге салат керек. Мысалға, сіз ресторанда отырсыз, сол ресторанда отырып, тағы да бір тамақтарға заказ бергіңіз келді. Ол үшін сіз алдын ала жоспар құрып жүрмейсіз ғой. Сол жерде аяқ астынан шешім қабылдайсыз. Мысалға, бір тамақтар жегіңіз келді, аяқ астынан жаңадан тамақтарға қосымша заказ бересіз. I will pay. Мен төлей салайын. Үшінші, I'm thirsty. I think I will buy a drink. Мен шөлдедім, мен бір сусын сатып аламау деп ойлап тұрмын дейді. Мысалға, сіз қандай да бір саяхаттап жүрген кезде бір сусын, бір қосымша заттар сатып алу үшін, ол үшін алдын ала жоспар құрмайсыз ғой. Сол өзіңіздің қай кезде сатып алғыңыз келеді, аяқ астынан шешім қабылдап, ойлаған затыңызды ала бересіз. Екінші жағдай, жаңағы promise, яғни біреуге уәде бергенде. Мысалға, I will always love you. Мен сені мәңгілік сүйіп өтем, жақсы көріп өтем. Келесі, don't worry, I won't tell anybody. Қорықпа, мен ешкімге айтпаймын. Қарап тұрсаңыздар, іс-әрекет. Сіз қазір шешім қабылдап тұрсыз, бірақ та сіздің орындалатын іс-әрекетіңіз болашақта орындалады. Үшінші, offers, яғни ұсыныс білдірген кезде. Мысалға, сіз көшеден бір қария кісінің ауыр жүк көтеріп бара жатқанын көресіз де, көмектесіп жіберейін дейсіз ғой. Ол кезде ол үшін алдын ала жоспар құрмайсыз. Сол жерде ғана шешім қабылдайсыз. Сондықтан да will сөзі қолданылады. That looks heavy, I will help you. Заттарыңыз ауыр көрінеді, көмектесіп жіберейін бе? Және осы ұсыныс жасап, сұраулы сөйлем құраған кезде біз shall сөзін қолданамыз. Shall I open the window? Терезені ашып жіберейін бе? Shall I order a pizza? Бір пиццаға заказ берейін бе тағы да? Shall we continue? Жалғастырамыз ба? Төртінші жағдай prediction. Prediction деген жалпы болжам.
болжам жасаған кезде сіздің ішкі көңіл күйіңіз, яғни көңіл күйіңізде қандай да бір іс-әрекет болып жатады да, сол істің мысалға бір команда жарысып жатыр, осылар жеңеді ау деген жағдайда, болмаса ауа райына да қарап, қазір қандай ауа райы болатын кейде сезіп тұрамыз. Осындай жағдайда will сөзі қолданылады. They will win. Олар жеңетін сияқты. I think it will rain tomorrow. Ертең жаңбыр жауатын сияқты. Яғни бұл will сөзімен 4 түрлі болашақ сөйлемнің, келешек сөйлемнің жасалу формасы. Екінші, be going to-дің көмегімен қолданылуы. Бұл жағдайда 2 түрлі жағдайда, бірінші жоспар жасағанда және болжам жасаған кезде. Бірінші мысалға қарап көрейік. They are going to marry next month. Олар келесі айда үйленеді. Бұл жерде нақтыланған жоспар бар, тойдың уақыты, рестораны бәрі белгілі, сондықтан да going to-ды қолданамыз. Яғни they are going to marry next month. Келесі сөйлем. I'm not going to go there because I'm a bit busy. Мен ол жерге бармайтын сияқтымын, себебі мен кішкене қолым бос емес. Бұл жерде жоспарланған, яғни сіз қазір өзіңіздің қолыңыздың бос емес, біраз шаруаларыңыз бар, сондықтан да жаңағы болайын деп жатқан іс-шараға бармайтыныңызды білесіз, яғни жоспарлы түрде мен бармайтын шығармын деп сенімді түрде айтып отырсыз. Және prediction, болжам жасаған кезде. Болжам жасаған кезде be going to-ды және will-ды да қолдана беруге болады. Мына сөйлемде біз be going to-мен жасап көрейік. I think it is going to rain. Менің ойымша жаңбыр жауатын сияқты. They are going to win. Олар жеңетін сияқты. Келесі үшінші жасалу түрі present continuous-тың көмегімен future simple жасау. Бұл кезде жақын арада орындалуы мүмкіндігі жоғары, жоспарланған, екінші бір жақпен келісілген іс-әрекет. Бұл іс-әрекеттің болу ықтималдылығы өте жоғары, өйткені ол екі жақтылы келісілген нақты уақыт кестесі қойылған. Бірінші сөйлем. I'm going to dentist tomorrow at 4 o'clock. Мен ертең тіс дәрігеріне сағат 4-те барамын. Бұл жерде екі жақтылы нақтылы келісім кесте уақыты бар. Екінші сөйлем. I'm meeting up with my friends this evening. Мен достарыммен бүгін кешке кездесемін. Бұл жерде де жоспарланған, сіз достарыңызбен келісіп қойғансыз, баратын жерлеріңіз белгілі. Сұраулы сөйлемді жасап көрейік. What are you doing tonight? Бүгін кеште не жасайсың? Бүгін кеште не істейсің? Бұл жақын арада болатын уақыт, яғни сізден досыңыз сұрайды, бүгін кешке не жасайсың? Қандай жоспарың бар? Ол да досың да біледі сенің бүгін кешке қандай да бір жоспарың бар екендігін. Сондықтан да осы present continuous жағында сұрақ қоямыз. Бүгінгі сабақ сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдемін. Сіздерге пайдалы білім болсын. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетулеріңізді